Екінші видеомыз біздегі бұл подвалдікі. Подвалға түскен кезде бізде холдан бастаймыз. Холда ең бұрышында бұл жерде холдың розеткалардікі, еще котельный емес, кладовка мен гардеробтың екеуіне мына кеткен несі бар, кабелі бар. Бұл сол жақтың розеткалардікі. Одан кейін мына коридорында бар бізде. Бұл мына холл мен общий холлдың освещениесі осы жерде орналасқан. Мына ортадағы колоннаның төбесінде. Одан кейін сәл мына жаққа жүретін болсақ, общий щиттан келген питаниялар бар бұл жерде. Освещениенікі, комнаталардың и комнаталардың розеткасы. Осы мынау ригельден өткен кезде где-то бір 20-30 сантиметрлер арасында тұр. Енді комнаталарға қараймыз. Мынау бізде бірінші комната. Бұл жерде бізде екі коробка қойылған. Біріншісі освещениенікі, ненің турасында, включателдің турасында, колоннаның ортасына тура келеді. Екіншісі где-то бұрыштан 20-20 сантиметр қашықтықта. Бұл розеткалар. Комнатаның өзінде розетка бар. Еще мына жақта бір Wi-Fi қойылған розеткамыз бар. Соларға арналған коробка. Енді қазір рабочий кабинетке кіреміз. Бұл бізде рабочий кабинет. Бұлда есіктен кірген кезде мұның төбесінде коробка бар. Дуалға жақында бұл бізде розетканікі. Сәл алыста отырғаны дуалдан бұл освещениенікі. Бұл комнатаның примерно центрінде ортасында и дуалдан где-то 20 сантиметр. Енді екінші комнатаға кіреміз мына жерден. Бұл жерде біз кірген кезде сол жағында есіктің бұл розетканың коробкасы 15-20 сантиметр дуалдан. И екіншісі бұл оң жағында кірген кезде бұл освещениенікі. Бұл где-то 20 сантиметр дуалдан. Одан кейін бұл бізде холодный комната. Кладовка деп айтады. Бұл жерде бір коробка бар. Бұл освещениенікі. Осы комнатаның освещениесіне арналған. Есіктен кірген кезде сол жақта төбеде. Это бір 30 сантиметр дуалдан. Одан кейін гардеробқа кіреміз. Гардеробқа кірген кезде бұл жерде бізде екі коробка бар. Біріншісі бұл общий ненікі, холдан келе жатқан коробка розеткаға. Екіншісі бізде освещениенікі. Прямо есіктің турайында 30 сантиметр. Одан кейін соңғысы бізде бұл жерде котельный. Котельныйның бұл жерде екі коробка бар. Бұрышта 20-20 сантиметрден. Дуалға жақында бізде розеткаға арналған коробка. Алыста тұрғаны уже бізде освещениенің коробкасы. Бұл жерде тағы да бізде сыртқа освещение қойғанбыз. Оның коробкасы да төбеге шыққан кезде тұр.